Ардақты ақсақалдар, кешегі 50-60 жылдардың жігіттер мен қыздары. Бүгін мінекей бәрімізді бір шаңыраққа кездестіріп отырған тағдыр. Осы облыстың Қазақстан түкпір-түкпірінен балалардың, немерелердің қамы осы Ақтөбеге көшіп келдік бәріміз. Бір-бірімізді танымасақ та мінекей туыстай болып жатырмыз. Ауылда естің алдында отырып айтатын әңгіменің реті болмағандықтан этажды кішкене қиындау. Түсіп күнің өтті, бірақ көреміз балдар үшін, болашағымыз үшін, келешегіміз жақсы болу үшін. Мынау жаңадан салынып атырған заманға сәйкес үлкен аудан. Бұл үлкен ауданның тұрғыны біздер мен сіздер. Біздің балаларымыз, немелеріміз. Біз сол болашақтың алдында жауаптымыз. Зейнеткерлікке шықтым екен деп қатардан қалу емес, зейнеткерлікке шығу деген сөз демалып алып, әрі қарай еңбек ету. Қазақ айтады ғой, өз балаңнан көріп немерең жақсы болады деп. Мен де осы немереме оқиды, осында келеміз хабарласып. Мінекей, біздің ендігі міндетіміз, сіздердің бәріміздің міндетіміз осы шағын ауданды бір мақтан қылатында айтып жүретіндей, бір-бірімізді сыйлап, құрмет көрсетіп, үлгі өнеге айтып жүретіндей шара. Бір-біріміз сәл нәрсені бірігіп істесек, ұлағатты сөздер айтсақ, үлгі көрсетсек, ол біздің бір ғана баланың емес, барлық аудандағы балалардың өсуіне, тәлім-тәрбиелеуіне үлкен септігіміз. Сол біздің алдағы борышымыз. Атамаған бата берді, әже берді жүзігін. Менің атам тұлғалы жан, асыл әжем сенерін, артық көрер ұлдарынан немерелерін. Бақыты ғой көрген адам, әжесі мен атасын, мен де бастым төрге қадам алып атасын. Аман болыңдар, қоспай терегім. Сүйемін мен ата жемді, екеуіңнің ізімін. Атамаған бата берді, әже берді жүзігін. Сүйемін мен ата жемді, екеуіңнің ізімін. Атамаған бата берді, әже берді жүзігін. Саламатсыздар ма? Құрметті біздің аталарымыз, әжелеріміз, міне дәстүрлі болған мектебіміз 3 жыл жұмыс жасаса, 3-ші рет өткізіліп тұрған осындай 1 қазан қарттар күні мерекесіне сіздер мектебімізге келіп отырсыздар. Сіздерді көріп отқаныма мен өте қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Құрметті, мына біздің жаңа мөлтек ауданымыздың
тұрғындары, біздің аталарымыз, әжелеріміз, біздің алдымызда оқушылардың ата-әжелері. Міне мектебіміз жаңа Боранбай аға айтып өткендей, ашылғанына 3 жылдан асып 4 жылға кетіп бара жатырмыз. Осы 3 жылда біз сіздермен тығыз байланыста болып, көптеген шараларды өткізіп жатырмыз. Сіздер аталар, әжелер, әкелер, аналар болып мектепке бізге мұғалімдерге қолдау жасап, бірлесіп жұмыс жасап келе жатырмыз. Сіздердің беріп отқан ақылдарыңыз, қолдауларыңыз бізге, ұстаздар қауымына, сіздердің балаларыңызға дұрыс, саналы тәрбие, сапалы білім беруге үлкен көмегін беріп жатыр. Міне осындай мереке күні сіздерді осы жерде аман сау көріп, мына биылғы жылы мектебімізге қабылданған ұстаздарымыздың дәстүрлі болып келе жатқан әр жылы мектепке қабылданған ұстаздарымыз біздің халқымыздың алдында, былай айтқанда, есеп беріп, қандай біздің балаларымызға мұғалімдер сабақ беріп жатыр деген сұраққа жауап бере отырып, биыл келген біздің 59 ұстазымыз сіздердің алдарыңызда бүгін мерекелік концертті көрсетіп жатыр. Енді әрдайым осындай мерекелік кеште сіздер аман сау болып келіп, балаларыңыздың мектебі қандай мектепте оқып жатыр, оларға қандай ұстаздар сабақ беріп жатыр деген сұрақтарға, сауалдарға тиісті жауаптарын ала отырып, бір-өздеріңізбен кездесіп, жақсы көңіл күйде осы мектебімізде кездесіп, әрдайым кездесулер бола берсін дегім келеді. Енді міне осы жалпы мектебіміз туралы айтатын болсақ, мектебімізде қазір жаңа Боранбай ағамыз айтып кетті, 3551 бала оқып жатыр. Ол 134 класс комплекті, 239 мұғалім бар. Міне жыл сайын бізге мектебімізге 60-40-50 шақты мұғалім келіп жатады. Шын мәнінде келгенде біздің оқушыларымыздың қалада ең үлкен мектеп, қалада жалпы біздің облысымызда 75 мың оқушы болса, соның міне 3551-і осы мектепте оқиды. Әрине мектебіміздің жағдайы бойынша қиындықтар бар, бірақ дегенмен биылғы жылы біздің мектебіміз осы ұстаздар қауымының еңбек ету арқасында Ақтөбе қаласының 80 мектебінің арасының ішінде әртүрлі білім беру, тәрбие беру жұмыстары бойынша 8-ші орында тұр. Қазіргі таңда қаламызда 12 гимназия, лицей деген мамандырылған арнайы мектептердің соның 6-ы біздің алдымызда, және жай ғана бір мектеп біздің алдымызда. Енді әрине ондай гимназия, лицейлердің алдына түсіп, біздер сапалы білім, саналы тәрбие берудің нәтижесінде көрсетіп отқан көрсеткіштеріміз жақсы деп ойлаймыз. Әрине ол сіздердің қолдауларыңыз арқасында жүзеге асырып отыр. Енді мектебіміздің жағдайында қиындықтар бар, біздің оны басшылығымыз біледі. Алдағы уақытта ол мәселелер шешіледі.
Мен өзіңнен қабылдап